Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге тефтерді дәмдетіп боламыз. Ол үшін алдымен фаршымыздың үстіне жуып тазаланған күрішімізді саламыз. Оның үстінен ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Бір жұмыртқаның жартысын ғана қосамыз, араластырып. Бәрін қосатын болсақ, фаршымыз сұйық болып қалады, яғни дөңгелектеген кезде дұрыс пішін шықпайды. Дайын болған фаршымызды енді осы видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Фаршымызды дөңгелек болғаннан соң тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін қазанға су құйып қайната береміз. Қазандағы суымыз қайнағаннан соң оның үстіне картоплымызды және де сарымсағымызды салып жақсылап қайнатамыз. Оның үстіне сәбізіміз бен қызанағымызды салып жақсылап араластырып жібереміз. Дәміне қарай тұз саламыз. Қазанымыз бір қайнағаннан соң оның үстіне тоңазытқыштан тұрған тефтерлерімізді осылай салып шығамыз. Сорпамыз одан да дәмді болу үшін арасына осылай кептірілген кеспелерін салып жіберемін. Және де әсемдігі үшін және де жақсы дәм шығу үшін аскөктерден де аздап салып жіберемін. Жақсылап бір қайнатып аламыз. Бір қайнаған соң астын баяулатып, тефтеріміз піскенше тағы да қайнатамыз. Қыздар, міне тамағымыз дайын болды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.